Қайырлы күн балалар, 6 сыныптың 3-4 сабағымен жалғастырамыз. Қазақстанның ғажайып мұралары деген тақырып екен. Бірінші тапсырманы өздеріңіз мәтінді тыңдайсыздар деген ойдамын, өйткені тыңдалу мәтіні менде жоқ. Екінші тапсырмамен жалғастырсақ, тыңдалған мәтін бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап бер дейді. Яғни таңбалы тас не себепті ғажайып мұралардың бірі болып табылады, бірі болып есептеледі, бұл туралы тағы не білесің? Жалпы таңбалы тас деп неге аталған, бұл Қазақстанның қандай мұрасына жатады, осы туралы айту керек. Неліктен бұл таңбалы тас петроглифтері болып аталған екен, бұл қандай ескерткіш, осы бойынша ақпарат беру керек. Негізі бұл таңбалы тас петроглифтері ЮНЕСКО-ның әлемдік мұралар тізіміне енген. Бұл тек қана Қазақстанның емес, жалпы барлық адамзаттың мұрасы болып саналады. Сонымен екінші тапсырманың екінші сұрағы, ол туралы тағы не білесің дейді. Яғни таңбалы тас туралы қосымша жай ғана ақпарат жазу керек. Бұл жерде интернеттен алынған Википедияның ақпараты, осының базасында осыдан бірнеше сөйлем таңдап алып, таңбалы тас туралы түсінгендеріңізді айтсаңыздар болады. Келесі үшінші тапсырма, мәтінді оқып түсіндіріп айт дейді. Бөлек дефис арқылы жазылған сөздерге мән бер. Бөлек жазылатын сөздер деген оқушылар бір-бірінен алшақ, яғни бөлек жазылған сөздер, тіркес сөздер. Бұлар мінекей қатарда көрсетілген тәуелсіз Қазақстан ұлттық символ, алтын киімді адам, бұлардың барлығы бөлек жазылатын сөздер. Ал дефис арқылы жазылатын сөздер дегенде бір ғана сөзді көріп тұрмын, бір-бірімен қалған сөздердің барлығы бөлек жазылатын сөздер. Мінекей қалай осы жерде көрсетілген, тура солай жазсаңыздар да болады. Бұл жерде бөлек жазылатын және дефис арқылы жазылған сөз бар. Енді үшінші тапсырманың жалғасы, сіздерге мәтін бойынша түсінгеніңді айт дейді. Жалпы көп адамдар түсінгенін айт дегеннен қиналып жатады. Түсінгенін қалай айтамын, қай сөйлемнен бастаймын, қай сөйлемді айтуым керек, ол жаттап алуыма түсінгенін айту деген сияқты қиналады. Ол үшін мынандай өздеріңізге сұрақтар қойсаңыздар болады. Мына мәтін бойынша нені түсіндім, яғни алтын адам мен тәуелсіздіктің байланысы қандай? Олар мәтінде жазылған, алтын адам деген ол біздің тәуелсіздігіміздің символы. Алтын адам қайдан табылды? Осы сұраққа жауап берсеңіздер, бұл мәтінде тұр. Алтын адамның қорғаны қандай ағаштан салынған? Бұл да тұр, мәтінде бар. Алтын адамның киімі қандай? Яғни алтыннан жасалған, онда жаңағы бөркі бар, басында үшкір бөрігі. Алтын адамның қаруы не? Ол да жатыр. Ана жерде жанында қанжары бар деген сияқты қару туралы жазылған. Алтын адамның жанында нелер қойылған? Бұл да қандай тұрмыстық дүниелер алтын адамның жанында жатыр. Бұл да қорытынды ең соңғы сөйлемде жазылған. Яғни мәтіннің түсінгенін айту деген, мәтінді жаттап алу деген сөз емес, негізгі маңызды ақпараттарды айтсаңыздар жеткілікті. Балалар, жалғастырамыз. Төртінші тапсырма, мәтін мазмұнына қатысты жауапты тауып ақпараттың дұрыс-бұрыстығын жаз дейді. Сіздерге сөйлемдер берілген, мысалы алтын киімді адам оңтүстік Қазақстаннан табылған дейді. Бұл бұрыс ақпарат. Өйткені алтын киімді адам, яғни алтын адам Есік Қорғаннан табылған. Ол оңтүстік Қазақстан облысы емес, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданының орталығы Есік қаласының маңында орналасқан екен. Есік Қорғаны, яғни Есік қаласының маңында, оңтүстік Қазақстанда емес. Сондықтан бұл сөйлем бұрыс, дұрыс емес. Бұрыс деген дұрыс емес деген сөз. Қорғанның қабірі бөренелерден салынған дейді. Бұл менің ойымша дұрыс. Өйткені бұл жерде негізі сұрақтың өзі кішкене қателеу берілген. Өйткені бөрене деген бұл ағаштың түрі емес. Бұл ағаштың, яғни кесілген бөлшегі. Ағаштың басы емес, тамыры емес, бөренесі, яғни ортасы. Бірақ қарағай ағашынан салынған. Сондықтан сұрақтың қойылуы дұрыс емес. Бөрене деген ол ағаштың, яғни бөлшегіне байланысты, ал қарағай деген ол ағаштың атауына байланысты. Сондықтан қарағай бөренелерінен, негізгі факт бойынша қарағай бөренелерінен салынған. Сондықтан бұны дұрыстың қатарына қоямыз, бірақ сұрақтың құрылымы дұрыс емес. Алтын киімді адамның киімі күміс әшекейлермен безендірілген. Бұл әрине дұрыс емес, күміс емес, алтыннан безендірілген. Басына күн құдайының символындай қанатты аттар бейнеленген, әшекеймен безендірілген, биік үшкір бөрік кигізілген. Бұл дұрыс. Ары қарай дұрыс, бұрыс деп жаздым, қарап жаңағы көшіріп жазсаңыздар болады. Бесінші тапсырма, жұмбақтың шешуін тап дейді. Ең оңай жұмбақ, өйткені жұмбақтың мәтіннің ішінде жауаптың өзі тұр.
киімі түгел алтыннан біздің елден табылған дейді. Мінекей біздің елден бір емес бірнеше алтын адам табылған. Оның бірі осы Есік Қорғанда, біреуі Батыс Қазақстан аймағында бар. Бұл әрине киімі түгел алтыннан жасалғаннан кейін бұл алтын адам. Әйгілі барша әлемде жалғыз-ақ ол бұл әлемде киімі түгел алтыннан біздің елден табылған дейді. Бұл әрине алтын адам. Сақ жауынгері деп айтып жатамыз ғой, таяқ пәнінен де өткен болсаңыздар. Бұның жасы да, яғни жас жауынгер екендігі айтылады. Алтын адам бойынша жалпы бұл Қазақстанның мақтанышы, сондықтан бұл бойынша қосымша ақпаратты оқи отырсаңыздар болады. 6-шы тапсырма: мәтінді оқы, бірге және дефиса арқылы жазылатын сөздерді теріп дәптеріңе жаз дейді. Бірге жазылатын сөздер дегеніміз бұл біріккен сөздер, балалар. Бұл тіркес емес, бұл қос сөз емес, біріккен сөздер бірге жазылады. Ал дефис арқылы жазылатын сөздер деген ол қос сөздер. Сонда мына ақпен жазылған төмендегі ата-баба, таным түсінігі, эскиз нобайы деген қос сөздер. Ал сарымен жазылғандардың барлығы бұл біріккен сөздер. Сонда көнекөз, қолөнер, басқұр, Түркістан, Маңғыстау, бәйтерек, елбасы деген бұлар біріккен сөздер. Көнекөз деген көне және көз деген екі сөздің бірігуі арқылы. Қолөнер, қол және өнер, басқұр, бас және құр сөздерінің бірігуінен жазылған сөздер. Түркістан деген түркі және стан деген сөздердің бірігуінен жазылған. Яғни түркі деген бүкіл түркі халықтары, қазақ, қырғыз, барлық түркі халықтарының, стан деген отан деген, ел деген мағынасы. Яғни түркі халықтарының елі, мекені деген мағынаны білдіреді. Маңғыстау, маң және қыстау деген сөздердің бірігуінен жазылған. Қыстау дегендегі қ-ға айналып кеткен жаңағы ыңның әсерінен. Бұл ілгерінді ықпал. Бәйтерек, бұны сіздерге мінекей көрінген болса, бәй деген бұл түркі сөзі, көне сөзі, үлкен деген мағынаны білдіреді. Терек деген ол ағаш. Ел басы, елдің басы, елдің басшысы деген мағынаны білдіреді. Біріккен сөз, ел және бас деген сөздердің бірігуінен жасалған. Балалар, ары жалғастырамыз. 7-ші тапсырма: сөйлемдерді мағынасына қарай толықтырып жаз дейді. Керекті сөздер астында орналасқан. Өте оңай тапсырма, кез келген бала өзі жаңағы жаза алады деген ойдамын, орындай алады деген бұл тапсырманы. Домбыра қазақ халқының ұлттық аспабы. Қызылмен жазылғандар қойылған, яғни керекті сөздер арқылы табылған сөздер. Домбыра үйеңкі, қарағай, емен тәрізді ағаштардан жасалады. Бұл жерде қызылмен жазылған сөздер керекті сөздерден алынғандар. Және ары қарай мінекей осындай бөлімдерден тұрады деген жалғасы бар. 8-ші тапсырма: мәтіндегі ақпараттар бойынша өз пікіріңді дәлелде. Бірінші сөйлемде менің ойымша деген белгілі бір сөйлем, ой айтылу керек, содан кейін ол дәлелдену керек, түсіндірілу керек, содан кейін мысалдармен дәлелдену керек, мысалдар келтірілу керек. Және соңғы сөйлем, 4-ші сөйлем, осыған байланысты қандай ойға келдім деген қорытынды жазылу керек. Жалпы бұл структура, бұл құрылым сіздерге 5-ші сыныптан бастап түсінікті, яғни таныс деген ойдамын. 4 сөйлем болу керек, ойыңды сол 4 сөйлем арқылы дәлелдеуің керек. Бірінші сөйлемде бұның барлығы мысалда тұр, оқып көшіріп алсаңыздар болады. Жалғастырамыз. 9-ші тапсырма: оқыған мәтіндеріңнің әр бөлігіндегі негізгі тірек сөздерді анықтап шағын мәтін құра дейді. Оқыған мәтіндеріміздің барлығы жоғарыдағы қазақтың ұлттық мәдениетіне, мұрасына, жалпы қазақтың байлығына, мәдени байлығына қатысты айтылған. Сондықтан осы мәтіннің өзін сол мәдени, рухани мұраға қатысты немесе заттық мұраға қатысты жаздым. Өте қысқа ғана мәтін. Осыған байланысты өз ойларыңызды қосып басқа мәтін құрасаңыздар да болады. Осыны жазып алсаңыздар да болады, бірақ ойланып әрине қараңыздар. 10-шы тапсырма: Қазақстанның ғажайып мұралары тақырыбына эссе жазу үшін тезистік жоспар құру керек. Яғни эссе жазу керек, эссеге бірінші тезистік жоспар құру керек. Эссе тақырыбынан ауытқымай абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу, келіспеу себептерін айқын көрсетіп жаз дейді. Жалпы балалар, эссе дегеніміз не? Мен бұл бойынша сіздерге қосымша видео жазам деген ойдамын. Эссе деген бұл да бір мәтін. Бұл сенің ойың. Яғни осы эсседе бірінші кіріспе мәтін болу керек, кіріспе сөйлем болу керек, немесе соған қатысты бірнеше, одан кейін негізгі бөлімде бірнеше абзац болуы мүмкін, не туралы, яғни негізгі ойыңды айтқың келеді. Және үшіншісі қорытынды бөлім. Бұл да кәдімгі бір мәтін, шығарма, эссе, бұның барлығы
бір яғни синоним сөздер. Сондықтан эссе деген не деп шошымаңыздар. Эссе деген бұл кәдімгі сендердің күнделікті жазып жүрген мәтіндеріңіз. Тек оның структурасы болу керек, және сол структура құрылым сақталуы тиіс. Осыны қарап, мына мәтінді қарап, қосарыңызды қосып, немесе басқа мәтін жазсаңыздар болады. 11-ші тапсырма: сабақта алған әсеріңді ойыңды төмендегі кестеге жаз. Бұған қатысты көптеген сұрақтар келеді. Яғни балалар, қай жерін сіздер білесіздер? Мысалы, мәдени мұра не екенін білемін, мәдени мұрамен таныспын деп бірінші бөлімге жазсаңыздар болады. Екіншісі, білмеймін. Нені білмеймін? Қазақтың мәдени мұрасы көп екен. Оның ішінде мысалы Ахмет Яссауи кесенесі туралы мен көп ақпарат білмейді екем. Алтын адам, неше түрлі алтын адам табылғанын білмеймін. Немесе алтын адамның бөрігі биік үшкір болғандығын білмеймін деген сияқты жазсаңыздар болады. Мен үшін жаңа ақпарат. Қайсы сіз үшін жаңа ақпарат болды? Алтын адамның есік қорғанында табылғаны мен үшін жаңа ақпарат болды деп жазсаңыздар болады. Мені таңғалдырды. Сіздерді не таңғалдырды? Мына мәтіндер бойынша мен мына ақпаратты білмедім. Мысалы, алтын адамның жанына оған қажетті, оның өмірінде кезінде қолданылған тұрмыстық бұйымдары бірге көмілгені мені таңғалдырды. Осыны жазсаңыздар болады. Яғни бұның барлығы сіздердің біліміңізге байланысты. Балалар, бұл тапсырманы мен сендер үшін орындай алмаймын, бірақ осындай мысалдарды қолдансаңыздар болады.